Қазақ күресі. Ғасырлар бойы қазақ халқымен бірге жасап келе жатқан ең көне спорт. Қазақ күресінен ең алғашқы ірі жарыс 1938 жылы ұйымдастырылыпты. Тәуелсіздік алған соң төл спортымыздың дамуы жаңа серпін алды. 1991 жылдан бастап республикалық чемпионаттар мен біріншіліктер жыл сайын өткізілетін болды. Қазіргі таңда төл өнеріміз кең қанат жайып, халықаралық аренаға шықты. 2006 жылы Алматы қаласында 48 елдің палуаны қатысқан бірінші әлем чемпионаты өтті. Бұл 5 құрлықтың балуанына қазақ күресінің беренін кигізіп, боз кілемге шығарып, ұлттық спорттың жер жаһанға паш еткен тарихи оқиға еді. Ал 2010 жылы филаның құрамына енді. Қазіргі күні тәніңді ғана емес, жаныңды да шынықтырып, ширататын, жүректі де білекті болуға баулайтын төл спортымызға қызығатын жас ұрпақтың қатары көбейген. Мысалы, Орал қаласындағы заманауи спорт кешенінің күрес залы ешқашан бос болмайды. 2007 жылдан бері қазақ күресінен жастар мен ересектерді жаттықтыратын Қайрат Персебаевтың айтуынша, соңғы 5 жылда ұлттық күреске қолдау күшейген. Бұрында ұлттық спорт түрлері болған жоқ, ат спорт түрлерінде біздер деген қазақ күресінен отделение ашып, сол жерде енді ат қора, соған дейтін бір залына кілем төсеп, содан дейтін тренер көрсеттік қой енді. Содан балдарды шығарып бастадық. Қазіргі енді мына тұрған сараймен салыстыруға мүмкін емес енді. Қазіргі балдардың жағдайлары Аллаға мыңда бір шүкіршілік. Бюджет аздау болды, экипировка болған жоқ. Бір 5-6 кимоно болады, соны кезек-кезек киеміз. Жағдай жақсы болады. Күртеше новый алып жатырмыз. Ақша бөлініп жатыр. Аймақтағы қазақ күресінің деңгейін көтеру үшін төл спорттың сырын терең білетін маман Әсет Сұлтанұлын облыстық қазақ күресі федерациясының басшылығына арнайы шақыртқан. Кезінде жақсы ағамыз да айтқан ғой, енді әрбір қазақтың баласы қазақ күресінен шықты. Біздің батыстың аймақтың мәселесі басқа күрес түрлерінен мықты балуандар бар. Ол грек-рим күресін алсақ, жастар арасында әлем чемпионы бар Қисметов. Еркін күрестен финалға шыққан әлем чемпионатына Бекжанов Нұрлан осы жайығымыздың балуаны. Самбо қатты дамыған 4 дүркін әлем чемпионы бар. Ол бәріне белгілі нәрсе. Өзім Ерболат бауырымыз дзюдода. Бірақ кейбір себептермен енді оны техникалық ма, немесе кейбір адамдардың көзінің алдына түспегені ма, қазақ күресі дамымай қалып қойды. Сол енді өзіміз қазағымыз болған соң өзіме намыса тиген, неліктен біздің қазақ күресі олай дамымай қалып қойды. Сондықтан ең басында барып өзімнің бапкерімнен де алдымнан өттім. Енді бапкерім әкем сияқты ғой. Мен грек-римде ол кезде ұсыныс түсті, грек-римді қолға алсын, кейбір себептермен де грек-римді дамуы да тоқтап қалды. Мен айтқан бірінші өз қазақ күресімізді көтере алайық. Сол кезде енді бапкерім орыс болса да, бірақ жүрегі қазақ деп соғады. Әрине бар, мен саған сенемін, өз батасын берді. Алдынан өттік. Содан кейін бастадық қой 2021-де. Ең бірінші зерттеп, не себептен. Бірінші себеп енді қазақ күресінің бюджеті аз болғандықтан. Сол кезде мен 8 ба 6 миллион ба тек бір жылға енді оның жасөспірімдер, жастар, ересектер арасында, соның ішінде қыздары бар да, соларға енді өздеріңіз білесіз ғой, спортты дамытқан келсе ең бірінші оның бюджеті көп болу керек та. Құр энтузиазммен көтере алмайсың. Қолымыздан келгенше енді бюджетті келіп алып көтер деп айтпайсың ғой. Ең бірінші сен іспен дәлелдейсің. Екінші себеп енді жүйе болған жоқ. Жүйе қандай? Бапкерлер дайындалады, бірақ айтады ғой, аққу шортан қамшайын жан-жаққа тартса ол болмайды. Кейбір себептермен мысалға жасөспірімнің бапкері өзі дайындалады, жастардың бапкері өзі дайындалады, ересектер ол өздерімен өздері ғой. Әбден жарыс жақындағанда тек сол кезде барып, ана баланы алып келеді, мына баланы алып келеді, ол күресті тастаған бала, кезінде күрескен, оны 1 жұма, 2 жұма дайындалады, ол жүйе емес. Сөйтіп жан-жақты сараптама жасап, білек сыбана іске кірісіп 5 жылда қазақ күресін бір деңгейге,
нәтижелі деңгейге көтердік дейді Әсет Сұлтанұлы. Қазір дзюдо, самбомен қатар қазақ күресіне келіп жатқан балалардың қатары көбейген. 2021-де өзім қазақ күресіне келгенде анализ жасайсың ғой. Сол кезде бізде ересектер кейбір себептермен ересектер болмай жүрді. Оған қатар төмен түсек жастар құрамасы да әлсіз болды. Жаңадан келіп, қайдан жинайсың оны? Біздер үлкен үмітіміз сол жасөспірімде болды. 2021 жылдан бері мен айттым, біздер спорт интернатта қазақ күресін бөлім ашпағанша біздің жасөспірімдер өспейді. 3 басқарма басшысы ауысты. Әрбірі маған сөз берді, қол берді, ашамыз. Бірақ сөзіне тұрған тек Бақдәулет Маратұлы аш берді. Осы 2025-2026 оқу жылы алғашқы біздің қазақ күресі бөлімі ашылды. Бұрын сон болмаған. Біздерде балдар, қазақ күресінде балдар өте азғантай болды. Ол қазақ күресінде емес, ол басқа жаңа самбодан, дзюдодан заниматься етіп жүрген балдарды жасыратын жоқ. Жаңа дейтін облыс чемпионатын ұйымдастырамыз да, сордан дейтін алып кетеміз. Жаңа самбоның балдарын, дзюдоның балдарын. Олар ыңғайы келіп тұрса, біздермен бірге барады. Ыңғайы келмей тұрса, олар бармай қалады. Сосын барып одан результат болмайды ғой. Қазіргі спортшылар қазақ күресінен кішкентай кезінен дайындалып, осы қазақ күресінде қалған спортшылар, осы жердегі қазіргі жаттығып отырғандар. Сол енді былай бала кезінен қазақ күресінен бастап дайындап, оларды дейтін жаңағы жастар арасында күрестіріп, енді осы қазірден бастап ересектерге көшіріп жатыр. Енді қазіргі таңдай тұру тіл көзден сақтасын, бәрі дұрыс болсын, балдарымыз өсіп келе жатыр енді. Бұрын қазақша көп балдар күрескен жоқ. Қазірде де уже жай тартылып жатыр да қазақ күресіне. Интерес қуып жатыр уже, потому что әлем чемпионаты бар, Азия кубогы бар. Бұрында чемпионат Қазақстанмен тоқталып та болды. Қазір уже возможность көп та. Ақерке Жұмағалиева спорттағы жолын дзюдодан бастаған. Соңғы 5 жылда қазақ күресінен боз кілемде белдесіп жүр. 2021 жылы оқу орнына түскен уақытта қазақша күреске келдім. Қазіргі таңда 5 жыл қазақ күресінде осылай спортпен шұғылданып жатқаныма қазақ күресіне ауысу керек болды. Себебі спортшыларға жүріп тұрусына ақша керек болады. Қай спорттан жолың болады, сол спорт саған ақша төлейді ғой, сол кезде қазақша күреске келдім. Ақеркенің ұлттық күресте айы оңынан туды. 2024 жылы жастар арасындағы ел чемпионатында 56 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп чемпион болды. Ал 2025 жылы жастар арасындағы республикалық турнирде топ жарып, тағы да жеңіс тұғырында алтынын тістеп тұрды. Барлық жарысы өзі қиын ғой, себебі барлық соперниктардың барлығы дайындалып келеді, сенен де қатты дайындалатындар болады. 2 мезгіл тренировка істейтіндер бар. Ең қиын жарыс ол маған осы 2024-те болды. Чемпионат Қазақстан жарақаттан кейін тренировка істеп келдім. 2023 жылы мен талқып қалдым жарыста, бірінші схваткада шыдай алмай. Себебі көп салмақ қойып қойдым. 8-10 килограмм салмақ қойып қойдым. Оны ағайларға айтқан жоқпын еще. Ағайлар білген жоқ. Сосын переутомление дейді ғой, истощение болып талқып қалдым. Скорыймен алып кетті. Сол жарыстан кейін тренировка істеп, сол жерде 1 жылдан кейін өзім есемді қайтардым деп ойлаймын. Ақерке Жұмағалиеваның қарсыласын алып ұратын тәсілдері: жамбасқа салып лақтыру, сыртынан іліп лақтыру. Қазақтың балуан аруы күрестің осы тәсілдерін өте жетік меңгерген. Алдағы 3-4 жыл уақытта әлі күресем. Арманым сол қазақша күрестің шыңы, ол чемпион мира, сонан чемпион мира болу. 2024 жылы мен Қазақстан чемпионы болған кезде мен әлем чемпионатына күресу керек болғам. Сол уақытта мен денсаулығымның жағдайын созып жүрдік. Чемпионат мирадан кейін емделемін деген сияқты, бірақ онымен чемпионат мира болмай қалды. Ересектер арасында істеп, жастар арасында өткізбей қалды. Ал жайықтың білекті қызы Айсұлу Сәрсенова ұлттық құрамада күреседі. Дзюдомен, самбомен айналысқан ол 2022 жылы қазақ күресіне келген. Казахша крес – это наш национальный вид спорта. Охота поддерживать отток спорт в Казахстане, развивать. Дзюдо, самбо, там много людей, а в Казахша нужно развивать свой национальный спорт. Кандидат в мастера спорта вообще по 3 видам спорта. Самбо, боевой самбо, казахша крес. Но по душе казахша крес. Преимущество зарплата. Айсұлу Сәрсенова 77 келі салмақ дәрежесінде шығады боз кілемге. Ол ең алғаш рет 23 жасқа дейінгі балуандар арасындағы Ақтөбе қаласында өткен жарыста 3-ші орын алады. Одан кейін
Атырауда өткен ересектер арасындағы додада финалға шығып, жүлделі орынға ие болады. Ал 2025 жылы 23 жасқа дейінгі балуандар арасында Қостанайда өткен жарыста чемпион атанады. Наоборот, они рады моим достижениям, поддерживают меня в спорте и вообще против нету никого. Ал 17 жастағы балуан қыз Дарья Забильская Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданындағы кішкентай ауылда дүниеге келген. Мен осы кішкентай ауылдан шыққанмын. Сол ауылда бізде бір секция ғана болды. Қазақша күрес осы. Соған қатысып жүрдім. Содан менде результат шықты. Күрестің арқасында мен акиматский грантқа түстім. Дарья қазір дене шынықтыру және спорт факультетінің бірінші курсында оқиды. Жасөспірім қыздар арасындағы Қазақстан чемпионатында 3-ші орын алған. Ақеркенің де, Айсұлудың да, Дарьяның да ендігі арманы әлем чемпионы болу, Азия кубогын алу. Бұл қыздардың бәрін 15 жылдық тәжірибесі бар жаттықтырушы Фарид Сапиев баптайды. Әрқайсымен өзімен жеке-жеке сөйлесеміз, жеке-жеке әркімнің өз проблемасын жеке-жеке талқылаймыз отыр. Формасы бәрі жақсы, дайындығымыз жақсы бәрі. Намысы қайралған ұлдар құрамасы да біртіндеп нәтиже көрсете бастады. Бапкер Арман Келмұханов жаттықтыратын Елнар Жанболатұлы былтыр 100 келі салмақ дәрежесінде ересектер арасындағы әлем кубогының күміс жүлдегері болды. 20 жастағы Елнар Тасқаланың азаматы. Мектеп уақытында бүкіл дзюдо, самбо, қазақ күресінен күрестің 3 түрінен 3-еуіне де қатыстым. Ең алғашқы 2021 жылы Ақсай қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионатында жеңімпаз атандым. Содан кейін қазақ күресінен 20 жасқа дейінгі жастар арасында қола жүлдегер атандым. 2024 жылы Ақтөбе қаласында өткен Қазақстан Республикасы чемпионатында екі салмаққа күрескен болатынмын. Біреуі 100 келіде және екіншісі түйе палуанға. 100 келіден екінші орын алдым. Түйе палуаннан жеңімпаз атандым. 2024-те жастар арасындағы Ақтөбе қаласында 5 адам финалға шықты. Екі тарихи жетістік. Біріншіден 100-дегі бізде Елнар Жанболатұлы Елнар, ол біріншіден 100 келіде финалға шықты, екінші орын алып қалды. Қате жіберіп, бірақ содан кейін келіп, маған балуанның сөзін айтып, ағай, ертең мен сізге сөз берем, мен осы қателікті түзеймін де, ертең түйе балуаннан чемпион болам дейді. Келесі күн соңғы жарыс білесіз ғой, қазақ күресінде түйе балуан жарысы, 90-нан жоғары бәрі күреседі. Үлкен сондай тартысы додалы бәрін айқын жеңіспен жеңіп шықты да, сөзіне тұрды. 2 медаль алып келдік та, біздің облыста, білмеймін Қазақстанда болды ма, енді біздің облысымызда 100% айтам, оның бұрын соң болмаған. Бір жарыс, 2 финалист, бір адам 2 финалға шыққан. Айбатыр Миразатта 2024 жылы ересектер арасындағы әлем кубогында 55 келі салмақ дәрежесінде белдесіп, күміс медаль тағылған. Жаңақала ауданы, Айдархан ауылының тумасы Айбатыр Миразат 5 жасынан бастап күреспен айналысқан. Спорт жолындағы жанашыры да, бапкері де әкесі. Әкем өз қазақша күрестен тренер болғанмен, жаңағы еркін күрестен болсын, самбо күресінен, дзюдо күресінен балалардың жан-жақты күреске салып, жаңағыдай жан-жақты жетілдіріп, солай үлкен-үлкен чемпиондар, мықты-мықты жігіттер шығарған. Ең алғашқы жарысым еркін күрестен болды. Сол жерде ұтылып, ең алғашқы рет жылап, содан бастаған 5 жасымнан күрес. Содан кейін күресім жақсы жүрді. Бір 4-5 классқа келгенде уже мен облыстың бірнеше дүркін жеңімпазы болдым. Айбатыр Астанадағы Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы спорт мектеп интернатында білім алған. Біраз жыл күресте жолы болмайды. Сонда да табандылық танытып, спорттан қол үзбейді. Чапай ауылында Жас барыс республикалық турниріне отбор болды. Сол жерде барымды салып, дайындалып, көп еңбек жасап, күнде 2 мезгіл тренировка жасап, сөйтіп сол отборда отырып, сөйтіп артынша сол Жас барыс республикалық турнирінің өзін ұтып алдым. 2023-2024 жылдар мен үшін өте табысты болды. Сөйтіп 2023 жылы универсиададан чемпион болдым, Ақтау қаласында өткен. Сөйтіп жастар арасындағы республикалық турнирлерден жүлдегер болдым, чемпион атандым. Сөйтіп 2024 жылы жастар арасында Қазақстан біріншілігі болды Ақтөбеде. Сол жерде финалға шығып, екінші орын алдым. Сол жылы ұлттық құрамамен сборларға шықтық, көптеген Алматы қаласында өткен ересектер арасында Қазақстан Республикасының кубогының чемпионы болдым. Ол жерде ересектер арасындағы
алған алғашқы медалім және алғашқы алтыным болып есептелді сол жарыс. Айбатырдың ендігі мақсаты Қарағанды қаласында өтетін Азия кубогына, ересектер арасында өтетін Қазақстан чемпионатына, үздіктердің үздігін анықтайтын дала қырандары додасында топ жару. Ал Тайман Нұрғалиев Қазақстан біріншілігінде әлем чемпионатында жеңіс тұғырында тұруды армандайды. Спорттық жолын 8 жасында дзюдодан бастаған. 2021-де соңғы рет әлем чемпионатына күрескен жастар арасында дзюдодан. Содан кейін бір 2 жыл үзіліс алып, қазақша күреске ауысқан. Бірінші рет күрескеннен кейін қазақша күрес тәжірибе жетпеді, қиындықтар болды. Енді оқу жаттығу жиынына бардық, оның алдында кішкене тәжірибе жинап барып, жарысқа тыңғылықты дайындалып келдік қой. Тыңғылықты дайындықтың нәтижесінде Тайман Нұрғалиев 2025 жылы Алматы облысында Ақбидай ауыл спортының ойындары аясында өткен қазақ күресінен жарыста 74 келі салмақ дәрежесінде белдесіп чемпион атанады. Осы Ақбидай ауыл спорты ойындарында Батыс Қазақстан облысының балуандары өте жоғары нәтиже көрсетті. Қарсыласын алып ұрып, жауырындары жерге тимеді. Облыс 2 алтын, 3 қола медальмен командалық есепте 3-ші орын алды. Бұл тарихи жетістік. Өзім қойған мақсатым сол Ақбидайда 3 финалист болса екен деп. Себебі мен 99% сенімді болдым. Нұрсұлтан мен Мерей 90-дағы, ол жүздегі Мерей финалға шығады деп. Енді біздің командаға ең үлкен жастары сол. Көп жарыс көрді, ол жарысқа дайын болды. Бірақ Нұрсұлтан жартылай финалда ұтып тұрып, өрескел қате жіберіп, күрес білесі ғой, қателікті кешірмейді. Мерейде кішкене тактикалық тұрғыда дұрыс дайындалған жоқ, осы бір соңғы жартылай финалға. Өңірдегі Қазақ күресі федерациясы облыстық спорт басқармасының қолдауымен балуандарға барынша жағдай жасаған. Спортшыларды еліміздегі қазақ күресінің мектебі нық қалыптасқан өңірлерге апарып, оқу жаттығу жиындарын өткізген. Жауырыны жерге тимеген балуандарды дайындаған бапкерлердің ақыл кеңесін, әдіс тәсілін тыңдатқан. Төл спортқа бөлінетін қаржы да көбейген. Жүйелі жұмыс, үнсіз еңбек нәтиже бере бастады. Егер де спортшы тек басқа нәрсені ойласа, спорттан тыс нәтиже жетпейді. Ол спортқа түгел берілу керек. Оны берілу үшін оның жағдайы жасалу керек. Енді қазір білеміз ғой, неғұрлым өскен сайын соғұрлым оның талабы өседі. 2025-те кәсіби клуб аштық, жайық балуандары. Алғашқы облыс болды. Бізде білесіздер, оны қазақ күресі қазір ЮИ-ге кірді, біріккен күрес түрлеріне кірді. Ол үлкен нәтиже қазақ күресі үшін халықаралық аренада. Ол ЮИ-да, ол грек-рим еркін күрес әйелдер күресі ғой енді. Ол соған қазақ күресі кірді. Енді алғашқы облыс біз болып тұрмыз. Қазақ күресін грек-рим еркін күрес әйелдер күресін басын қосқан. Қазақ күресі өңірде кішкене кенжелеп қалған спорт түрі болды. Ол жерде де соңғы 4-5 жылда реформа болды десек те болады. Бізде жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпиондары шықты, жастар арасында да шықты. Ересектер арасында Ақбидай ауыл ойындарында 2 чемпион алдық былтырдың өзінде. Енді Қазақстан Республикасы чемпионатында жүлдеге іліне алмадық, өкінішке орай, бірақ ол бойынша да жұмыс жасайтын боламыз. Арнайы клуб ашылды, қазақ күресі клубы. Бұл жерде де спортшыларды қолдау мақсатында. Енді биыл ұтылса міндетті түрде сын болады спортшыларымызға. Әлем кубогының 2-ші орын иегері атанды былтырдың өзіне. Қазақ күресіне келетін болса, ол жерде жақсы жұмыс жүріп жатыр. Өкінішке орай енді жасөспірімдер жастар арасында бізде әлемдік додалар қазір жоқтың қасы. Сол Қазақстан Республикасының чемпионатымен шектеліп қана қалып отырмыз. Енді республикалық федерациялар, халықаралық федерациялар алдағы уақытта жұмыс жасайтын болса, біз міндетті түрде қатысуға тиіспіз. Жолдамамыз дайын тұр. Енді біздің балдар дайындалды, дайын, физикалық тұрғыда дайын, барлық тұрғыдан дайын.